мені әкеткелі тұрғанын сезіп отырмын. Сондықтан бірнеше жұмыстың басын ашып айтып кетейін. Ханеке. Түрегеліңдер. Бірінші жұмыс алтын елін алу амалы. Алтын елінің сұрыпталған қосына Тыңуанында. Оңтүстігі тау, солтүстігі дария, бекінісі мықты. Соң елі мен алтын елі ата жауымыз. Алыстағысымен бірлесіп, жақындағысын соққылап, соң елі арқылы жол ашып, жауды ту сыртынан ойсырата соғу керек. Сонда Тыңуанның іргесі ыдырайтындығы сөзсіз. Сонда біз ата-бабамыз Әмбағайдың мұрасын тартып аламыз. Екінші жұмыс Таңғыт елі. Ханеке, Таңғыт елі тізе бүкті емес пе? Жоқ. Олар тек тізе бүгуге келісті. Біз ертең солтүстікке қарай шегінеміз. Егер мен орта жолда өлсем, мені жерлемеңдер. Менің қайтыс болғанымды жауға білдірмеңдер. Таңғыттар белгіленген уақытта келіп тізе бүккенде, олардың бірде-бірін еліне қайтармай, түгел қырып тастаңдар. Сөйтіп, қайта бас көтір алмайтындай етіндер. Естідіңдер ме? Құп болады. Үшінші өсиетім. Менен қалған таққа бір ғана ұлым отырады. Ол үгедей сендердің хандарың болады. Бұдан кейін сендер оған жақсы қолғанат болыңдар. Құп болады. Үгедей. Ханеке. Қаған? Мына елі жосай. Менің саған қалдырған ел басқарудағы шеберім. Соның айтқанын тыңда. Есімде сақтаймын. Жалғыз. Бәрі де орындалды. Хан! Тәңіріңіз алдыңыздан жарылқағай. Жаңа дәуірдің 1227 жылы 25 тамызда Шыңғыс хан Лепаншань тауының бөктеріндегі Чинжуй аймағында 66 жасында қайтыс болды. Ұлдары мен немерелері оның сүйегін Сахарадағы мекенін алып барды. Шыңғыс ханның өсиеті бойынша оған жерлеу салтын өткізбеді. Тек ханның жерленген жерінен 30 қадам жер айналдыра садақтың жебелерін шанышты. Сонан бері 700 жылдан астам уақыт өтті. Осы бір ұл адамның істеген қызметімен жіберген қателіктері талай тарихшылардың ғылыми еңбектеріне арқау болды. Біз бұл тарихи драмамызда Шыңғыс ханның көк тәңірісінің сүйікті перзент екенін және жұмырбасты пендеге тән барша сезім атаулының ешқайсысы да оған жат болмағанын көрсеттік. Иә, Шыңғыс хан даналығы да, қателігі де, сүйеніші де, өкініші де көп болған, бір бойында парасатты ізгілік пен қатыгез қаталдық сияқты кереғар қасиеттер астасып жатқан күрделі тұлға.